Ассаламу алейкум, азиз телесерчилер, хаберлер информацион тақымыз сонки әдиселер ақында Озлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмамуд чалышам. Ве бүгін бойлы мәліматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. Бақчысарайдаки Мира соқағында мектеп олажақмы? Объект в любом случае будет реализовываться, но другое дело уже, кто будет исполнять подрядные работы. Ватандашымыз Рефизе Велиева пластинография бойынша устадыр. Қызылташ футбол тақымы Невбетеки қатты ғалебені Скиф Рубин тақымынен ойнаған матч девамында қазанды. Бұ ведегер хаберлерні біздің яйнымызда сейір етіңіз. Ростовда шер мектепнің живарында патлав юзберді. Патлав нәтижесінде бір еркек зарар көрді. Елда кеткенде ер адам таныш олмаған эшяны алды. Бұл эшя есе елінде патлады. Оның пармақлары үзілді ве құрсағы яраланды, деп білдіре РИА Новости хаберлер агентлігі. Шымділік мектеп живарының этрафыны сарып алдылар, дерслер мектепте тоқталды. Балаларны бинаның içine yolламайлар. Реабилитерленген гражданлар үшін ең бақытлы күндерден бірі бұл гражданлықның сәделештірілген низамда алмақ мүмкінлігі ақында қанунын қабыл етіліп күнідір. Қанунға деңішмелеріні кірсеткен ве қол тұтқан тәшібісшілерден бірі Русия Федерация Девлет Думаның мебісі Руслан Бальбектір. Бұл яңылық іштимаи ағларда кең шекілде музакер етілді. Бізі ватандашларымыз чоқ еллар девамында бұл қанун қабыл олажағыны умут етіп, шымды оның амелге кечірілігіні беклейлер. Бізі мұхберіміз Ялта шеріне yol alıp boyla kibasakин Enver Abdurrahmanov ile konuştu. Enver Bey реабилитирилген гражданлар için қолайлаштырылған қанун ақта ишиткен сон пек қуванды. Чунки bu вақия onun için арзу кыбыды. Onun ana babası доқма Бақчысарайлылар. Enver Bey 10 yıl evvelsi Өзбекистандан Қырымға көшті. Evni өз күшін шарайтсыз olsa da kurdu. Ama bu vatandaşımızın en keskin probleması değil. Keçken sene o öz 9 yaşındaki Zeynep kızını mında getirdi. Balasına гражданлық yapmak için çok hareketler yaptı. Lakin onun tırışkanları faydasız oldu. Паспорт мой, все есть. Дочке документы есть, сделали. Менің паспортым бар, қызымда весиқалар бар, ләкин эмиграцион весиқасының вақыты бітті. Кенеде сынырны кечмек керек, ләкин енді паралар yok. Keçken sene Zeynep Ялта şehrinde yerleşken mektepke kabul edildi. Lakin bunun problemlar çözülmedi. Гражданлық yok ve şu sebepten bala bir yerde kayıt etilmegen. Kız bir şeyge bakmadan kollarını tuşurmay. Sınıf rehberi Надежда Мясникова bildirgenine göre Zeynep merhametli ve pek istidatlı kız. По моему предмету, в принципе, материал она усваивает. Zeynep bilgilerini yaxşı menimsey, sınıfta dostları çok. Bundan gayrı o çeşit merasimlerde iştirak ete, kartlarını saya. Zeynep kamera oğune çıkmağa utana. Alçak gönüllü kızçık көз yaşlarını tutup olamadı. O diğer ballar kıbı vatanda yaşamağa ve Rusya Federasyasının гражданы olmağa istey. Onun sınıfdaşları öz dostu için pek kuvanalar. Мы всегда Зейнеп. Biz Zeynep ile dostmız. Biz onun mektepke yürüyemiz, oynayımız. O pek yaxşı kızçık. Bugünkü günde Enver Abdurrahmanov Rusya Federaция Devlet Duma mebusuna Ruslan Balbek'nin kabuluna barıp, ona гражданлық ақта minnetdarlıq bildirmek istey. Enver Bey öyle bir kuvandı ki, hatta 20 yıl devamında çalgan idaresini çıkarıp milli Kırım Tatar yerini icra etti. Сабри Халиляева, Enver Ablazis Millet için. Украинаның акимиеті мемлекетнің ең бұйық сайылған Трипольская, Змеевская, Приднепровская ве Криворожская электрик станцияларының ішіні тоқтатмаға қарар алды. Бұл ақта Укрэнерго Моистенің ижра мудирі Всеволод Ковальчук білдіре. Кешенлері Украинаның энергетика назірлігінде айтқан еділер. Электрик станцияның қапалмасы яқарлық мевсімінің екімленмесінің себебіні ташып, антрацитні иқтисат етмесінен бағлыдыр. Бақчысарайда яңы мектеп олажақмы? Шерінің Мира соқағында мектепнің құружилығы планлаштырылған еді. Бұл объект ағымдаки сененің декабрь айында чалышып башлайжақ еді. Амма ішлер өз вақтында бежерілмеген себебінден бұл объект не вақыт соңына қадар азыр олажағы беледі кел. Бұндан ғайры Қырым Ойдислік педагогика университеті янында полиэтник меркезінің құружилығы ақта да лаф юрсетілді. Бұтын тафсиратлар Невбеті келев қамызда айдынлатыла. Бақчысарай шеріндеки Мира соқағында мектеп хуружылығы енді башламақ керекада, ама бүгінгі күнде мында котлован біле жоқ. Смета готова, да? Ну, вы так и ничего не хотите делать, да, там? Почему? Мы нашли, отсурфили сети, которые находятся, мы их нашли. Ну, давайте, если у вас есть, вот сделать, дайте акты тогда. Размер в разрезе архитектуру и конструктиве смотрю, да?
размер вася КР и АЭР не совпадают. Давайте я сам посмотрел все эти исполнительные. Сети там для разработки котлована не мешают. Я сам лично посмотрел. Из ваших слов исходя, даже нет надежды, что вы там что-то начнете делать. Вы даже нам надежду не подаете. Полноценно начали просто, но я не вижу чертежей рабочих. То есть я их вижу, но я не могу с ними работать. Это вот как у нас второй же объект такой, сток-проходка. То есть мы на свой страх риск уже сегодня ведется подбетонка, сделали щебень, ведется подбетонка, но есть 8 листов чертежей. Вақтынча япылмахан ишлері себебінден энді бөлі суаль тура. Бұл мектеп құрылajaq мы яда жоқ. Ама Девлет Милитлер комитетінің рейсі қайтыты кешлер мұтлаға девам етежек, ама ендіден бұл ишлер үшін башқа шеркет месулетле олajaq. Мы готовы принимать максимально жесткие решения. Конечно же, объект в любом случае будет реализовываться, но другое дело уже, кто будет исполнять подрядные работы. И вот в этой части мы готовы при необходимости пересмотреть те ранее принятые решения, потому что сегодня стоит перед нами задача в сроки сдавать объекты. По данному объекту уже есть отставание, поэтому, конечно, будем принимать сегодня принципиальные решения. Қырымындислік педагогика университеті янында, полиэтник мерkezінің хуруджилығында да базы пытрақлы меселелер бар. Олардан бірісі йол әрекетінің схемасыдыр. Это повторный вопрос уже, так? Который у нас никак третий раз озвучивается, никак у нас не может решиться, хотя нам администрация города Симферополя обещала его решить, насколько я понимаю. Кто прокомментирует? Может быть, администрация готова прокомментировать? На этой неделе они представят обновленный проект ОДД на согласование. Как заявил замглавы Сергей Петрович Кучук, сказал, мне как нужно 1 день, чтобы я все согласовал. То есть, как только поступит, в течение 1 дня все сделаем. ОДД находится в ГИБДД на согласовании. То есть ответ четкий, что согласованы с понедельником. Bundan da gayrı mında хуруджилылар темел қойып оламайлар. Теперь нету сваи. Давайте искать сваи. Давайте подключать людей, искать сваи. Но так не работает. У меня вопрос по комплектующим. До конца объекта все размещено или не размещено? Я сейчас только что от министра строительства Комнова совместно с директором Крымжелезобетона у нас было совещание по поводу отставания от графика по производству свай. Вот. Сейчас принято решение по протоколу трехсторонней согласования Минстроя новый график разработать новый график поставки свай. То есть, да, будет там сдвижка, как Крымжелезобетон говорит, но 2 недели будет сдвижка. С Юзяковичем я согласен и по другим объектам. Конечно, нужно подтягивать темпы. И отставание у нас в целом, мы же с вами считали, там у нас по 18 миллионов в день должно быть в целом по всем объектам освоения. Поэтому мы вообще это еще находимся далеко-далеко от тех контрактов, которые с вами подписывали, от тех планов. Бунин берабер тедберде хырым татарлар туплу яшаган ерлеринде хурулган бала бакчалары актада сөз йөрсетелде. Хурулган ширкетлеринин векалары кайтетелерге эпысы объектлер шындыки вакытта хурулып башланды. Ве вакытында тапшырып улажаклар. Нариман Тарсинова, Асан Зивадинов, Милет үчүн. Ахмездетті Киевская соқағында привоз чаршысы янында экі арабаның иштирагы иле yol нақлие қазасы yüz берді. Нәтижеде 10 инсан зарар көрді, олардан бірі чағына етмегендір. Бұл вақта Қырым Жұмхуриеті бойынша ГИБДД-нің матбуат қызметінде хабардар еттілер. Ермаданың сағлық қорчалав нәзірлігінде де зарар көргенлерінің сайысыны таздықладылар. Оскөздінен көрген адамлар айтқанына көре, шымды Киевская соқағында бұйық тұқынтылық пейда болды. Вақая yüz берген ерде ГИБДД хадимлері чалышты. Бүгін коллегия мушавересінде 2016 сенесі Қырым Жұмхуриеті территориясында мал-мүлк ве топрақ мұнасебетлері сасы бойынша нәтижелер ве 2017 сене мал-мүлк назирлігінің планлары ақында музакире етілді. Ярмаданың мал-мүлк ве топрақ мұнасебетлерінің назирі Анна Анюхинаның білдіргеніне көре, бұл саада чоқ ішлер япылды. Қырым Жұмхуриетінің мүлкінде олған топрақ дамарталары ішке түшіріле, әмді олар кираға беріле. Мал-мүлк назирлігі или 13 bin объект девлет мүлкінден федераль мүлкіне тапшырылды. Бұнен бері имтиязлар гражданларға топрақ дамарталарыны әлде етмек бойынша ішлерді кечірілді. Бұндан себеп топрақ дамарталарыны 3415 граждан әлде етіп олажақ. Олардан 1391 инсан Ахмезжет шерінің имтиязлар невбетінде тұрған. 2024 граждан есе Ахмезжет районындандыр.
Это закон Республики Крым номер 320 ЗРК об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на территории Республики Крым о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, который предусматривает порядок предоставления земельных участков садоводческим, огородическим, дачным объединениям граждан, которые не привели свои учредительные документы и не внесли сведения о себе при наличии документов, подтверждающих право на земельные участки. Мы все знаем эту проблему, которая десятками лет формировалась еще при Украине, и в настоящее время был найден правовой механизм ее решения. Оз Невбетінде Қырым Жұмхурия Девлет Шурасының Малмульк ве топрақ мұнасебетлері комитетінің рейсі Евгения Добрыня ұқуқларының идаре етілігі Малмульк ве топрақ мұнасебетлерінің сасына незарет етілігі ақында қайдетті. Данная работа была направлена на обеспечение уверенности крымчан, что их права и законные интересы будут соблюдены и надежно защищены со стороны органов государственной власти Республики Крым, что принесет конкретные результаты как для общества, так и для каждого гражданина. Так, в 2016 году законодательно урегулированы следующие вопросы. Так, законами республики продлены сроки действия отдельных правовых норм, регулирующих, например, завершение оформления права на земельные участки, начатые до принятия Республики Крым в состав Российской Федерации, переоформление прав организациями, учреждениями инвалидов или общественными организациями инвалидов. Бүгін ОМОН Росгвардии адлы тәшкилатының векиллері тарафындан Ақмесжетінің меркези базары қапланып алынды. Меркези базарда селя структураларының векиллері құветлештірілді ве айры бір операция кечірілді. Оның кетішатында шағысларыны білмек мақсадынен инсанларының весқалары тешкерілді. Весқалары олмаған адамлары яқаландылар. Өз көзінен көрген адамларының сөзлеріне көре яқаланғанлар арасында тек кечіп кеткендерді келді, базарда çalışқан инсанлар да бар еді. Амма шымдыки вақытқа yüz bergen adiseni aydınlatқан resmi malumat yok. Yol Naqliye İdarenin xadimleri Kurman rayonunda Qırımның чешит мектеплерінден келген балалар үшін «Безопасное колесо» adlı konkursны teşkil etdi. Bu konkursta talebelerde yol hareketinin kaydelеріні не derecede bilgenlerini taqdim etmek imkanı бар еді. Tedbirde bizim muhabirimiz Muhammed Zekeriyaev de bulundu. Kurman rayonunda yol hareketinin haydellerini bilgenler arasında yarış yılda bir haç kere geçirildi. Bu sefer yarışta 9 mektebinin vekilleri iştirak ettiler. Onların arasında başlangıç sınıflarının talebeleri de bulundular. Petrovski Koy Şurası'nın reisi Pavel Чистяков aytetti ki, böyle gibi merasimler balalıktan yol hareketlerini öğrenmek için geçirildi. Вблизи школ, вокруг школ очень много. Mektebinin yanlarında siz görgeniniz gibi piyade geçmeler, svetoforlar ve çeşit türlü isaretler turalar. Biz bu isaretler neni bildirgenini ballarga anlatmağa tırışamız. Bu yarış yol hareketinin yaxşı bilginlerini seçi. Seçim turnirde keçken mektep yarışının Nevbet'teki basamakta Bakşisaray'da iştirak edecek. Yol hareketinin hafsızlık boyunca teşvihatçısı Nedim Ajibekirov ayttı ki, böyle gibi yarışlar Kırım'ın her bir rayonunda geçirilecek. Bugünkü günde ballar bu yarışta öz yol hareketinin bağlı bilgilerini körseteler ve onlarının her gün kullanırlar. Emine Ajibekirova ve Karolina Androsova Kurman 2. sanlı mektebinin talebeleri öz bilgilerini göstermek için yarışa geldiler. Мне очень понравились эти соревнования. Мен спортнен оғрашам, ama böyle gibi yarışlarda her vakit iştirak etmeyi istedim. Men pek beğendim. Мне очень сильно понравились эти соревнования. Men bu yarışını pek beğendim, çünkü böyle gibi yarışlarda çok adamlarla tanış olmağa mümkün. Kurman rayonunun 1. mektebinin talebeleri 1. yerini kazandılar. Nevbet'teki Безопасное колесо yarışının basamağında onlar öz mektebini takdim edecekler. Muhammed Zekeriyaev, Akim Bekirov, Millet için. Ақмесжет районындaki Сарабыз kasabasының sakini Refize Veliyeva plastinografiya boyunca ustadır. Onun ellerinde çeşit şeyler canlanan. Refize Hanım 1,5 yıl devamında tolusının plastinografiya sasının inceliklerini öğrendi. Kadın plastilin parçanı çeşit şekillerge çeviriyor. Ve bu Refize Veliyeva'nın son istidatı değil. Bizim muhbirimiz Ayşe Şulakova acayip hanım ile tanış oldu. 2 yıl evvelsi Refize Veliyeva torununa plastilinden işlemeler yapmağa yardım etkende, bu iş onu ciddi şekilde meraklandırıp, esas hevesligi olacağı haqta tuşunu bile olamadı. Gün-günden ustanın koleksiyasını plastilinografiya usulunun eserleri, çeşit çiçek çemberleri ve yemişler doldurıp başladı. Bu ameli süslü sanatının ufqi yani horizontal üstünde barelyef resimlerinin plastilin ile çizilgen yanı çeşitidir. Refize Hanım revmatik poliartrit hastalığı ile çekişken
экеніне бақмадан, о пластилинден надир эсерлер ярата. С удовольствием, конечно. Пластилинден эсерлер япқанда зев қалам торынларға да көстерем, озун бегенем отырып ишлемелерні яратам. Рефизе Велиева аят север мераметли ве истидатлы қадын. О жазибесыйле инсанларның диққатыны желпетіп, оларға гүзел кейф бағышлай. Эсерлерінің чоқысыны отанышларына эдие етті. Рефизе ханымның келіні Лензие иджади инсан оларақ вақытында анасының истидатыны көріп олды. Эсерлеріні бір коллекцияға топлап, оларға подиумлар вечерчевелеріні yapmaға ярдым етті. У себя на странице в Одноклассниках. Инсанлар көрсін деп иштимаяғларда оның эсерлеріні ерлештірдім. Ватандашларымыз пек бегенделер. Анам бұл іште оз алеміні тапты. Инсанлар ади пластилинден букыба ажайып эсерлерінің яратылуына шашалар. Рефизе ханым озыны бақтлы инсан деп сая, чүнки қадынға оның омыр арқадашы эки оғлысы веддор торыны севіп қол тұталар. Кенже оғлы оның истидатыны мирас оларақ менімсеп көйімже олды. Торыны Рустем тариф етті ке, ойынды 2 ел девамында балчықтан япып курсларға қатнай, бұл йөнелішке она битасы илхамландырды. Меня увлекла лепка. Битам пластилинден япхан иштемелер мені илхамландырды. Менім да весім келді. Сон есе мен иджади төгерекке yazıldım. Эр сабаады тузре рефизе қартананын Диляра торыны оның еліні алып құжақлай. Весон есе раат гөнлінен бала бақчыға кете. Люблю. Мен битамны пек севем, чүнки о маңа дерслер yapmaға ярдым етем, менен ойнай оғраша. Bundan да ғайры о да мені пек севем. Рефизе ханым пластилин иле оғрашқандан ғайры да мирақлы ширлер яза. Олардың чоқысыны торунларына бағышлады. Кеченлері олардан бір қачы Қырымның бірде-бір газетасында нешір олынды. Ақшам яттым төшекке, кірмеді екі көзге. Ояққа бояққа айландым, кене атылып тұрдым. Аяқ қоллар ағырта, белім сызлап қычырта. Не олacak менің малым, қайдан саулық алайым? Әй, дедім өз башыма, қалем алдым қолыма, бір-екі сатыр язайым, қасиетім айтайым. Рефизе ханым айта ки, истидатлы олмаған инсан жоқ, ама бұл хуссиетні өз вақытына көрмек керек. Хочется, чтобы дети наши Балларымыз истеген весевген шейлер или оғрашқананы истейім. Ана-бабалар балларында эртеджи истидадыны көрсінлер деп тілейім. Диққатлы олсынлар. Кенженің истидаты көмілген қалмасын ве инкишаф етсін. Айша Шулакова, Руслан Хохлов, Миллет Ичон. Қызылташ футбол тақымы уч ойын девамында 10 голны урды. Тамам бойлек өстергіч тақымны уч ойын девамында озғарып келмекте. Бұл сефер Қызылташ футбол тақымы қатты ғалебені Скиф Рубин тақымынен ойнаған матч девамында қазанды. Ойынны зерет етмек үшін бізім телевизион тақымызды ойынға yol алды. Хол тұтқанлар арасында кедірленмек үшін себеп олмады. Эки таймны айрыжа бақсақ, Қызылташ тақымның әрекетлері әминады. Олар мирақлы ойын кечірділер. Бірінші тайм девамында Скиф тақымны әмин адымларыны оге атты. Бұна бақмадан Қызылташ бірінші тайм девамында рақыпның қапуларына гол ұрды. Екінші тайм девамында Қызылташ классик схеманы құланды. Ойыншылар ойынгерлеріні денештіріп, рақыплеріне ғалебе қазанмаға чәре бермеделер. Олар Скиф тақымының мейданына запт еттілер ве оларға да уч гол ұрдылар. Нетижеде ойын 4-0 әсапнен юкенденді. Гол ұрғанлар Энвера Бибулаев, Дмитрий Зеленкевич, Никита Каляев олдылар. Султани Меджит, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Хатırlatамыз, апрелінің 7-сінде Девлет Миллетлер ара комитетінің адлиежелері Ахмечит қасабасында адлеви консультация кечережеклер. Эпсистеклилер Ахмечит қасабасы 60 лет октября соқағында ерлешкен Карсоветского адына район китапханесіне келіп мұражат ете білелер. Малюмат үшін телефон қошмайеді 978-804-08-24. Шындылық болған малюматларымыз еді, біздің телевизион тақымларымыз яңы малюматлар üzerinde әнді çalışмақталар. Невбетеки рус тілінде кечқажа хаберлеріні қачырмаңыз. Оны меслектішім Асан Абибулаев алып баражақ ве евлеріңізге тек ие хаберлер келгенini мен сізге тілейім. Саулықнен қалыңыз.